Ассалаумұғалейкім достар. Биржаға қатысты Қазақша трейдинг атты видео топтамамның келесі 6-шы бөліміне қош келдіңіздер. Жалпы саудаларыңыз қалай жүріп жатыр? Сүріп жүрген видеолардың пайдасы бар ма? Түсінемін, теорияда бәрі оңай сияқты көрінгенмен, іске келгенде түсініксіз жағдайлар көп кездеседі. Соның салдарынан көптеген трейдерлер не істерлерін білмей абыржып, эмоцияға беріліп, қателіктер жіберіп жатады. Мұндай қателіктер көп жағдайда тәртіптің жүйенің жоқтығынан пайда болады. Бүгінгі роликте сол түсініксіз жағдайларға түспеудің жолдарын қарастырып көрейік. Әуелі графикті ашып, анализ жасап, нарықта не болып жатқанын түсініп алайық. Нарықтағы ойыншылардың іс-әрекеттері қандай? Қайсысының күші басым екендігін анықтап, маңызды деген деңгей түзулерін тауып, сызып алу керек. Көп деңгейдің сызудың қажеті жоқ. Ең бастысы осы деңгейде бағаны тоқтатады деген көзге бірден түсетін және бағаға жақын орналасқан деңгейлерді жүргізіп алсақ жеткілікті. Бұл бізге қандай бағытта саудалау керектігін көрсетеді. Анализ жасалып болған соң, ары қарай не саудалайтынымыз белгілі болады. Ол деңгейді бұзу болады ма, кері бұрылу болады ма, немесе жалған сынама болады ма. Сауда жасамас бұрын осы үш бағытта қалай саудалау керектігі туралы толық ақпарат қағаз бетінде әр қайсысы жеке арнайы дайын сценарий, яғни жоспар ретінде дайын болуы керек. Сценарийдің ішінде міндетті түрде мәмілеге кіру мен одан шығу нүктелері және стоп ордері қай жерде орналасу керек екендігі көрсетілген осы үш бағытты жеке сипаттайтын паттерндар болуы қажет. Паттерндар дегеніміз белгілі бір жағдайларда бағаның барар бағытының пайыз мөлшерін арттыратын барлардың жиынтығы. Олар бізге мәмілені қай бағытта ашу керектігін көрсетеді және сигналдар береді. Ал енді жиі кездесетін бірнеше паттерндарды қарастырып көрейік. Бірінші, сығылу, немесе үшбұрыш деп атайды. Бұндай паттернді графиктен жиі кездестіруге болады. Бұл паттерн арқылы бағаның қайда баратынын анықтай аламыз. Яғни, баға бағытын одан ары жалғастыра ма, немесе кері бұрылып кете ме. Сондай-ақ мәмілеге кіру нүктесі мен стоп ордерін қоятын нақты орындарды белгілей аламыз. Фигураның құрылымы туралы айтар болсам, бірнеше барлардың жиынтығынан құралады. Ерекшелігі, барлардың максимумдары белгілі бір деңгей құрап, содан аса алмаса, минимумдары өсу үрдісі жағдайында жүйелі түрде жоғарылай береді. Бұл сатып алушылардың белсенділігін көрсетеді, және шешуші нәтиже соңғы барға байланысты болады. Егер де соңғы бар деңгейді бұзып, деңгейден жоғары жабылған болса, онда баға өз бағытын одан ары жоғары қарай жалғастырады. Демек, бұндай жағдайда жоғары қарай позиция ашу керек. Ал егер де соңғы бардың минимумы алдыңғы бардың минимумымен теңескен болса, немесе одан төмен жабылса, онда ол сатып алушыларға қарағанда сол деңгейді ұстап тұрған сатушылардың күші басымдырақ екендігін көрсетеді. Екінші, консолидация. Фигураның құрылымы туралы айтар болсам, ол да бірнеше барлардың жиынтығынан құралады. Көбіне белгілі бір деңгейдің астында не үстінде пайда болады. Ерекшелігі өзіндік бір арнадан аспай соның төңірегінде саудаланады. Ол деген ірі ойыншылар ұсақ ойыншыларды саудаға шақыру арқылы өздеріне белгілі бір тренд алдында позиция жинау. Енді бұл паттернді қалай саудалау керек десеңіз, пайда болған канал деңгейдің қай жағында екеніне мән беру керек. Егер де деңгейді бұзып пайда болған болса, онда жолын сол бұзған бағытта жалғастыратын болады. Ал егер де деңгейді бұза алмай, сол деңгейдің астында пайда болған болса, онда жолын теріс айналып, кері бағытта жалғастыратын болады. Аталған паттерндарды кез келген таймфреймде саудалауға болады. Және соңғысы, қай бағытта қандай сценарий бойынша жұмыс жасайтынымыз белгілі болса, паттерндар дайын болса, бірден саудаға кірісіп кетпей, әуелі графиктен паттерндарды табуды үйренейік. Көздерімізді жаттықтырып алайық. Бірнеше мысалдар көрсетейін. Бүгінгі достар осы.
Тақырыпты қорытындылайтын болсақ, жүйелі түрде жоспармен нақты 1-2 паттернді ғана өзімізге түсінікті болатындай толыққанды саудалай алсақ, табысты мәмілелер көп болатыны анық. Ең басты қағида, кез келген сауда операциялары тек деңгейлерден ғана болуы тиіс. Себебі саудада кім мықты екені осы деңгейлерде ғана анықталады. Берілген ақпараттар пайдалы болды деп ойлаймын, достар. Видео ұнап жатса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса төменде жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңыздар.